Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сан аралықтары. Бүгінгі сабақта біз сан аралықтарын жазу үшін белгілеулерді пайдалануды және сан аралықтардың кескіндеуді үйренеміз. Сонымен, бізде координаталық түзу берілсін және сол координаталық түзуден А және Б нүктелерін белгілейік. Осы А және Б нүктелерінің арасындағы сандар жиынын біз бір бөлік деп қарастырамыз, немесе оны басқаша айтқанда интервал деп айтамыз. Яғни, ережесіне келсек, координаттық түзудегі А және Б сандарына сәйкес нүктелердің аралығы А және Б сандарының аралығын кескіндейді. Мысалы, бірінші есепке қарасақ, 3 кіші x-тан x кіші 7-ден деген өрнек берілсін. Енді осы өрнекті біз координаталық түзуде белгілеуді үйренейік. Яғни бізде қатаң теңсіздік болғандықтан біз нүктелерді ашық түсті қылып бояймыз, яғни кітапта көрсетілгендей, және осы аралықты қандай да бір x деп белгілеп, яғни осы бөлікті біз интервал деп атаймыз. Белгіленуі кәдімгі жақша, жай жақша 3-тен 7-ге дейінгі аралық. Егер бізде қатаң теңсіздік берілсе, онда жай жақша қоямыз. Келесі 2 кіші немесе тең x-қа, x кіші немесе тең 8-ден деген өрнек берілсін. Енді осы өрнекті біз координаталық түзуде қалай белгілейміз? Бізде қатаң емес теңсіздік болғандықтан біз нүктелердің арасын, яғни ортасын бояймыз, және осы аралықты қандай да бір x деп интервалы деп белгілейміз де, оның жауабын біз тік жақша түрінде жазамыз. Яғни қатаң емес теңсіздік болғандықтан бізде тік жақша қойылады. Бұны біз кесінді деп атаймыз. Яғни 2-ден 8-ге дейінгі аралықтағы кесінді деп белгілейміз. Келесі есептерде осы тектес есептер ары қарай өзіміз шығарып көрейік. Барлығы бізде өткен тақырыптар, қайталайық. Сәттілік!